Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 59-шы сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы тақырыбын өтетін боламыз. Сөйлемдегі сөздердің байланысы 59-шы сабақ. Мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжай аламыз осы сабақта, сурет бойынша әңгіме құрастыратын боламыз. 34-ші жаттығу, мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көр. Қиядағы ұя. Қос қыранның екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құс жартаста. Кей бүркіттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіп төнгенін сезсе, екінші ұяға барып балапан басады. Авторы Тұрдақын Жексенбай. Ал енді балалар, мәтінге берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші сұрақ бізде мәтін не туралы дейді. Мәтін қос қыран туралы, қыранның қай жерде ұя салатыны, олардың сол ұяны не үшін сондай биікте орналасатыны туралы айтылған болатын. Яғни қыран өзінің ұясын сондай биікке салады екен. Оның ұясыны биікке салудағы себебі балапандарына ешқандай жәндіктердің, құстардың, тағы да басқалардың зияны тимесін деген мақсатта солай салады екен. Мінекей, біреуі бұзылып жатса, екіншісін де басқа жерге барып, немесе біреуі тиісіп жатса, одан биікке барып салады екен. Мінекей, біздің мәтінде осы қыранның ұясы туралы айтылған болатын балалар. Енді біз екінші сұраққа көшейік. Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Бірінші сұрақта балалар бізде мәтін ұя туралы айтылған болатын. Ары қарай біз екінші сұрақты жалғастырамыз. Бұл жерде балалар мәтіндегі негізгі ой бұл құстардың да өздерінің балаларын сақтап қалуы үшін түрлі әрекеттер жасайтындығы айтылған. Үшінші сұрақ. Қос қыранның екі жерде ұясы бар сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Қос қыранның қанша жерде? Қос қыранның екі жерде. Қанша жерде? Екі жерде. Ұясы бар. Несі бар? Ұясы бар. Ненің ұясы? Қыранның ұясы. 35-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер: аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар зулатып, құмарлары қанғанша ойнады. Қысқы ойын тақырыбы: қыс келіп, қалың қар жауды. Аула балалары сырғанақ жасап, шанамен зулатып ұшып жүр. Балалар кешке дейін құмарлары қанғанша ойнады. Ал кешке аяз атаға хат жазды. 36-шы жаттығу. Сурет және сызба бойынша әңгіме құрастырып жаз. Медеу мұз айдыны. Медеу жасанды мұз айдыны. Мұнда жазда да сырғанауға болады. Біз отбасымызбен жиі келеміз. Маған мұзда сырғанау ұнайды. 37-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Оны қорғау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Қоршаған орта. Қандай орта? Қоршаған орта. Кімнің үйі? Біздің үйіміз. Қандай үй? Ортақ үй. Оны қорғау керек. Оны не істеу керек? Қорғау керек. Нені? Оны. Қорғау керек. Қайту керек? Қорғау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Кез келген жерге. Қандай жерге? Кез келген жерге. Неге? Жерге. Қоқыс тастама. Не істеме? Тастама. Не тастама? Қоқыс тастама.
Олай болса, балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.